Яру. Алдияр қайда? Кеттік жүріңдер, сендердің армандарыңды орындаймын. Иә, бірақ мына киімің что-то ауыстыру керек. Қолыңды жуып, ауыстырып шығайық. Иә, деймін. Кеттік жүріңдер. 24 сағат иә деймін деп едім, бірақ Алдияр тыңдамай қойды, жолға шығып кетті. Оның үстіне қыздар әр түрлі қалауларын айтып кетті. Канцтоварға бару керек болды, супермаркетке. Біз қазір только я жоқ ойнаймыз, потому что Алдиярмен үлкен супермаркетке бару невозможно. Плюс еще Дана бар коляскада, ұйықтап жатыр. Осыған келіссеңдер, келіспесеңдер, челлендж жоқ. Стоп. Я? Жоқ. Үлкен супермаркетке бару қиын болып тұр маған. Ол үшін 2 баланы тастап кету керек. Қазір енді көреміз не бар. Өзіме керек нәрселерді алуға тырысамыз, иә? Сендер де ақыраңдар, мен айтам. Иә, жүріңдер. Стоп. Иә, жоқ. Тәтті екен, білесіңдер. Тархын ба? Жүр. Не вовремя келген сақтымыз. Я жоқ. Мен білмем, сіздер алдым, кукуруза алдым, жоқ. Жоқ деді. Жоқ деді. деді. Я деді ғой, біреу я деседі болады. Кім айтты оны? Жоқ деді. Амина, стоп. Бірақ мынандай түкін алдым. Сендер бәріне иә деп атсыңдар ғой. Ал. Атқанасай! Иә, жоқ. Қайда Даня? Короче, біз жалғастырған жоқпыз. Біразда алдық та шықтық, потому что ішінде жұмыс істеп жатыр екен. Біз оларға, олар бізге мешайт етіп кетті. Үлкен супермаркетке барып түсіру керек сияқты. Жаль, что бізде магнум жоқ. Сонша настроймен шығып едік. Я жоқ ойнаймыз деп. Оказывается, нелегко. Видео түсіріп, төртеумен бірге жүру оңай емес. Сол себепті мына 2 қызбен ғана шығу керек келесі жолы. Иә, Алдияр жолға шығып кетеді, тыңдамайды. Сол себепті тәттіні көп алмадық, себебі Аярудың тамағы ауырып жатыр. И вообще көп зат алмадық. Иә, барамыз, распаковка жүргіземіз. Жүріңдер, кеттік. Солай достар. Балалар кішкентай болғасын. Ойлаған жазып қойған жоспарларын сразу орындалмайды екен. Мынаны қараңыздар. Бұрын осындай болған ғой, площадка деген. Темірден жасалған бәрі. Мен Алматыға студент болып келген кезімде осындайлар көп болатын. Алматыда да. Осындай әткеншектер
Қазір барлығы мындай емес. Қазір барлық жерде мындай. Өш кеттік өзіміздің дворға. Бұларға қызық. Достар, маған да қызық. Сіздердің де аулаларыңызда осындай. Я осындай площадка ма? Вообще бұл неге кім жоқ деп айтты. Айыры жоқ деп. Екеуге алды. Мен ойлаймын, ол біреу я, біреу жоқ десе, значит, жоқ деген сөз ғой. Мынау мен мысалға дұрыс емес деп ойлаймын. Екеуіне айттым, дұрыс емес бұл. Білмеймін, сіздер қалай ойлайсыздар? Дұрыс па, дұрыс емес па? Жазып кетіңіздер комментарияға. Айару я деді, жоқ деді, Амина я деді. Бірақ алды почему-то. Мен де я жоқталған. Чересчур тәтті біз оның орнына шарики алдық. Болды сол емді. Қарандас. Бұл редиска. Колбаса, халал. Банан. Ал достар, распаковка кетті. Лайк басып келіп, комментарияға жазуды ұмытпаңыз. Келесі видео мама айтып отырсаңыз, я жасыңдар. Жазып кетіңіздер. Егер көп я деп жазатын болса, данаға берші. Не жеп жатсыңдар, данаға тұрып беріңдерші. Ұйқыдан тұрды ол. На, дана лёгка. Чего жаным? Нет. Сол. Біздің видеомыз аяқталды. Егер ұнаса лайк не мама тебе я десма и папа или мамы или папы или дядь или дядь со мной. Вот это и вот это и вот это. Шумис. Думаю, что мама даже если Джеймс Айару десек. Здесь Амина пока мне совсем не хватает. Сау, сау,